Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі чебуреки жасайтын боламыз. Осындай қытырлақ воздушный чебурекиларымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлек бір ыдысымызға еленген 3 стакан ұнымызды салып аламыз. Және де 1 шай қасық тұзымызды, және 1 ас қасық құмшекерімізді, және 3 ас қасық жетмайымызды құйып аламыз. Бұл чебурекидің ерекшелігі, біз осындай 1 стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып илейміз. Қатты ыстық болғандықтан бірінші қасықпен елеп аламыз. Одан кейін барып қолымызбен елеп қамыр дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Неге қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды кішкене демалдырып қоямыз. Міне етімізден фарш жасап алдым. Енді осындай пияздарымызды шопперге салып, кішкене су құйып жіберіп, езіп аламыз. Майдалап. Енді фаршымызды кішкене қуырып аламыз. Өйткені чебурекиміз тез-ақ пісіп қойғандықтан етіміз пісіп үлгермей қалады. Сол себепті де кішкене май құйып жіберіп, фаршымызды осылай қуырып аламыз. 5-10 минутқа өстіп қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға фаршымызды салып, пиязымызды қосып, салмамызды дайындап аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Енді қамырымызды аламыз да осылай ұзынша етіп сопақтап аламыз да. Чебурекиға қамырымызды кесіп аламыз. Мен барлық қамырларды 80 граммнан бөліп алдым. Біздің чебурекиміз үлкен болып шығады. Менде осы еленген қамырдан 10 штуктай шықты. Егер сіздер өлшемін кішірейтем десеңіздер, кіші чебуреки жасай берсеңіздер болады дастарханға салғанға. Қамырларымызды өстіп барлығын бірдей бөліп алып, жаюға дайындап, домалақтап аламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа қыламыз, өйткені біздің чебурекилеріміз қытырлақ болып пісу үшін. Алдын ала қамырларыңызды елеп, тоңазытқышта немесе мұздатқышқа да салып тастасаңыздар болады. Керек кезінде алып пісіре бергенге.
салмасын осылай жазып саламыз. Шетін өстіп вилкамен 1 сантиметр көлемінде басып шығамыз. Қызып тұрған майымызға чебурекелерімізді салып пісіріп аламыз. Үстінен өстіп майды құйып отырсаңыздар, чебурекелеріңіз көтеріліп өте әдемі болып піседі. Мінекей біздің осындай әдемі чебурекелеріміз дайын болды. Өте сочный, қытырлақ және де осындай воздушный чебурекелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.